Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қой келді. Мына қойдың ішінде бір тоқты, еркек тоқты бар. Шыбығы шыбындап жүреді. Міне мынау алдарыңызда тұрған. Қазір осыны ұстап алып, шыбығын қараймыз. Сосын мынандай дәрі бар. Фальфазол деген дәрі бар. Құртқа қарсы. Аптекадан алған дәрі. Көбінесе осыны шашамыз. Осы жақсы. Клялиннің иісі шығады. Міне мынау тұрған. Бұның шешесін көктемде сойып алдық. Шешесі тентек болды, вертяшка. Мынау былтырғы қошақан 2024-тікі. Биыл 25. Өзінше қошқарлық құрып, қойларға секіріп жүрген кезде жаңағы шыбығына құрттап кеткен, яғни шыбындар қонып, құрт түсіп кеткен. Қазір осыны ұстап, алдында бір қарап жібергем, шашып, осы дәріні шашып жібердім. Енді тағы бір қарап жіберейін деп тұрмын. Жағдайы қалай екен. Ал мынау біздің ерке тотай. Ерке тотай. Ол деген сүт іздеп жүр. Қазір оны емізетін боламыз. Көбінесе мына ешкіге, одан кейін тағы бір ешкілер бар. Соларға еміземіз. Ал бірінші кезекте қазір мына тоқтыны қарау керек. Оны ұстап аламыз. Мұнда кел. Салмағы бар я өзінің. Әрі. Так, шыбығын қарайтын боламыз. Ерке тотай, саған сосын берем. Тұра. Бір. Әрі. Дәр ішінде бүтін қалғанда қанап тұр. Алдында дәр құрттарын алып тастап едік. Енді мынада қазір құрты көрінбейді. Әзірге. Бірақ күн сайын қадағалайтын боламыз. Қошқар. Бар. Әрі. Так, енді мына ешкіге мынаны еміземіз. Кел. Ал, ем ал. Еме ал. Оны неге бақырып тұр екен? Ал, ем. Бұл ешкіні жалқытуды бұл ешкі. Қазір қойларға су құюымыз керек. Бұның лағы анау жерде тұраны. Ақбас. Осылай емізіп аламыз. Көбінесе ешкілерде жақсы сүттері. Қойларға қарағанда. Қойлардың тоқтылары қазір өсіп кетті. Олар марқа. Олар еміп қояды. Бұларда деген сүт шамалы болады. Кеште келгенде осылай мына ерке тотайды емізіп аламыз. Қазір еміп жатыр. Тағы бір екі ешкі бар. Соларға да емізем. Сосын бүгінше қоя берем қойдың арасына. Күнделікті осылай күйбең тіршілік жалғасып жатыр. Қой қырқу басталды. Қойдың жартысын қырқып тастадық. Жартысы әлі жүндері көтерілмеген. Қазір күн әлі салқын. Әлі толықтай ысымай жатыр. Соңғы 2 күн бұрын жаңбыр болып салқын болды. Кеше қырқып едік. 1-2 бастан қырқыдық тек қана. Жүндері көтерілмеген. Жабысып жатыр жүндері. Енді мына ешкі кішкене қашып жатыр. Я больше не могу деп. Бірақ емізу керексің. Так, ерке тотай. Кеттік. Кел. Міне. Екінші ешкі. Мына көк ешкі деген тоқал ешкі. Ол банағы ақ ешкінің әжесі. Бұның да 2 егіз сәби бар. Сәби деп бұңғал. 2 егіз лағы бар. Мына ешкі деген ең үлкен ешкі арамызда.
арасындағы арамызда деп болма. Ешкілердің арасындағы ең үлкен осы. Осыдан тараған ешкілердің бәрі. Қазір ешкілерді көрсетемін. Мынаны ұстап тұрсаң, бүкіл денеңді тістейді, қолыңды тістейді, киіміңді тістейді, аяғыңды тістейді. В общем, осылай алыстан ұстап тұрмасаң, әйтпесе... Тұр. Осылай. Кішкене шыда қазір. Бұл қошақанның шешесі туып, тыстап кеткен. Алмайды вообще. Былтырғы қошақан 2024-тік. Биыл бірінші туып тұр, далада туып. Туғаннан кейін, яғни өрістегі қойға барып қосып кеткен. Мынау жалғыз өзіме өзі қалды. Қазір мынағанды уже бір айға жуық уақыт болып қалды уже. Мынау деген кішкене мінезі бар. Мына ешкінің деген мінезі бар. Кезінде бір ағамыз атап еді осы ешкіні. Шыда кішкене. Күнделікті жасап жүрген нәрсе ғой. Саған үйренетін уақытың болды уже. Бір әлі үйренбей жүрсің. Енді қазір бұның баласы бар, өзі сияқты тоқал, қара ешкі. Кеттіге. Ол қайда екен? Ол қайда тұр екен? Міне бұрышта тұр. Келе аға. Келе. Ем ал. Бұл да биыл егіз туды. Бұл ешкіміз бір лағы өліп қалды. Сен менен қашып құтылмайсың. Бір лағы өліп қалды. Егіз туып. Жарымай қалды мекен. Әлде сүзіп тастады мекен. Солай енді жалғыз бір лағы бар өзім. Анау шамада тұр. Анау қошақанның артында тұр. Солай. Ренжімеңіздер. Біз сендерге жақсы болсын дейміз ғой баяғы. Мына қошақанға жақсы болсын дейміз, бірақ жатырқап тұр, бөтенсініп. Мен өзімнің лағымды емізген жоқ, мен бір өткен емізуім керек па деп әңгіме айтып тұрсың ба сен? Қой. Солай. Кішкене қалды все болды. Қас қояды. Бұның өзінің лағы бар былтырға. Биыл шыбыш, ол шыбышта туып тұр. Ол шыбыш жалқы туды, көп кішкентай. Ол көктем уақытында да, қыста көктем уақытында туып, көп кішкентай лақ 2 сағат туғаннан кейін қасына қалдырғанбыз. Ол да ембеген. Одан үйге әкеліп, 2 күн үйге ұстап, енесін сауып, уызын қолмен сауып алып, спрейшпен беріп едік. Содан қазір жақсы болып кетті. Мал болып кетіп, қазір аяққа тұрып, әйтеуір қазір лақ болып кетті, шауып жүр. Көп кішкентай, андай әлсіз, сондай қорғансыз болып еді. Қазір осының баласын көрсетемін қазір. Так, бұның баласы деген бұның баласы төбені тұр. Мына жердегі сәдікті сындырып тастаған, соның ішіне кіріп кеткен. Ананың ішінде тұр. Оның лағы қайда екен? Оның лағы мына жерде жүр. Көп кішкентай лақ болды осы мүйізді. Қазір жақындасаң қашады уже. Мынау да сондай болады ертең. Сен де сондай болуың керексің. Уже үйреніп, қашып, адамға жақындамайтын жағдайға жетуің керексің ғой сен уже. Бүгінше осы қысқадан нұсқа таныстырдық. Ешкілерді. Мыналар егіз лақ. Банаға көк ешкінің баласы, мына егіз лақ. Қарала және ақ. Екеуі егіз ұрғаш. Мына қойымыз былтыр 3 туды. Ала қойымыз. Қасында қошақаны биыл жалқы туды. 3 туып, оның біреуі қозысы өліп қалды. Екеуі өсіп шықты. Оның біреуін сойған шығармыз, біреуі еркек болды. Сол егіз болып қалды. Егіздің біреуі осына емді де, біреуі басқа қойды емді. Артынан барып еметін еді, солай үйреніп кетті. Еркет отай, сенің үйренетін уақытың болды ғой уже.
Бүгінше осы. Так, су құю керек.